Мына бүгін журналистер үйінде Нұр-Сұлтан қаласында Қытайдағы болып атқан зардапқа байланысты Қытайдағы бауырларын қорғап халықаралық ұйымдарға, Америка құрама штаттарында және халықаралық ұйымдардағы жиналған мына Қытай Халық Республикасының зардап шегіп атқан Қытайдың концлагерінде мынау геноцидіне қарсы туған туысқандарын араша сұрап, осыншама халық келіп тұр. Соған байланысты бүгін жиын өтті. Осыны енді қазір бүкіл құжаттарды дайындап, мынау халықаралық ұйымға тапсырып жатырмыз. Ондағы мақсат біздің қазақ халқын қорғау, қорашалау, арашалау. Неге десеңіз, бұндай сұмдық Қытайдағы экспансияға біз қарсымыз. Қазақ халқын мынандай қазақтың арғы бергенде өзім тарихшы ретінде айтып кетейін. Арғы бергі қазақтың тарихында бұндай қорлау болмаған. Өз елімізде өзіміз қор болып жүрміз. Мынау қазақ халқын мұншама қазақ болып туған үшін осыншама қорлауға бола ма? Бұл әлемдік халықаралық қатынасқа бұл қайшы, заңына қайшы. Біз қазақ халқын қорғау үшін араша түсіп, жаным, қазағым, елім, жерім деп тұрған қазақтың азаматы ретінде осыншама халықты түрмеге қамап, айыпсыз, олардың ешқандай қылмыстық іс қозғалмаған, ешқандай қылмыс жасамаған адамдарды бұнша қорлау, бұл адамдыққа жата ма? Сол үшін біз осындай жиынды өткізіп атқан іс-шараны ұйымдастырдық. Ондағы мақсат қазақ халқын араша түсу. Осы Қытай Халық Республикасында болып атқан сұмдық, зұмылан Қытай саясатының ертең осы Қазақстанның ішінде болмауына ешкімді кепілдік бере алмайды. Сондықтан біздің тағайындаған өзіміз халық қалаулылар деп атырмыз, парламент депутаттары, парламент сенат депутаттары осыған неге үнсіз, неге аузын болған өгізде үндемейді, неге бұған араша түспейді? Қазақ халқының атынан сайланып отырып таққа қазақ халқына араша түспеу, бұндай ел әлемде жоқ бізден басқа. Өз елімізде осыншама қорлыққа қалай шыдап дәтіміз барады? Біздің қазақ халқының артына арқасында сайланып, қазақ халқының арқасында ол нан жеп, қатын бала-шағасын асырап отырған біздің билік өкілдері, жоғарыдағы отырған ағаларымыз, мұншалықты зиялы қауым өкілдері неге үнсіз, неге бір араша түспейді өз халқына? Бұншама тасбауыр бола ма? Депутаттардан көмек сұрауымыз керек. Тек қана депутат емес, мынау Европарламенттің алдында тұрмыз. Ондағы мақсат біз ешқандай террористік, салафит, вахабист ешкімге ұйым емеспіз. Біз қазақ халқының азаматы ретінде, осы Қазақстан азаматының, Қазақстан Республикасы азаматы ретінде біз тек қана өзіміздің бауырларымызға ара түсіп жатырмыз. Мынанша осыншама қазақты түрмеге тығып, ешқандай күнәс, ешқандай айып тақпай, ол өздеріне өздері осынша айып тағып, осыншама қорлық, зомбылық, 21 ғасырда осыншама қорлық көру не деген масқара? Мынау ешқандай соғыс жоқ кезде өз ұлтымызды ертең Қытайда өтініш сіздер. Мемлекеттік органға Азаптау түрмесінде жандарымыз отыр деген мандаттарымыз жиналып жатыр екен. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Ат жөніңізді айтып. Менің атым Өмірхан Алтын. Германиядан келдім. Германияда Еуропа қазақ форумы деген қоғамның төрағасымын, European қазақ форум. Бұндағы жиналып тұрған себебін түсініп тұрсыздар әрине. Біз негізі мына Еуроодақтың мүшелерінің болған ғимаратта, Еуроодақтың өкілдігі болған жерде тұрмыз. Негізі біз бұл кісілерге қазір еш нәрсе айтудың қажеті жоқ. Бәрін көріп біліп отыр. Бұл кісілер шындығында қолдарынан келгенше бізге көмектесіп жүр. Кешегі осыдан 2 күн алдын Еуроодақта әдейі жиналыс өткізіп, Еуроодақ парламентінде Сайрагүлмен бірге барып, о жақта барлық жағдайды түсіндірдік. Бұл кісілерде кінә жоқ. Бұл кісілерге тек қана рахмет айту керек. Тапсыратын хат болса, маған беріңіздер, мен алып өзім тағы да жеткізем. Бірақ бұл кісілерге айтарлық, қоярлық ешбір кінә жоқ. Бұл кісілерге тек қана Алла разы болсын деп айтамыз. Өйткені не үшін келіп тұрсыз, Өмірхан мырза? Келіп тұрғанда мынандай орайды пайдаланып, негізгі мәселе біздің жергілікті биліктегілерге ұлттық ар намысын ояту керек болып тұр. Біз мына кісілерден көрген көмекте, ар жақта Қытайда, Шығыс Түркістанда қанға қашырған бауырларымызда деген көмекте біз еліміз жұртымыздан
мына қазіргі Қазақстан өкіметінен көре алмай жатырмыз, өкінішке орай. Әрине қолдарынан біз Қазақстан өкіметінде жүрген барлық ағайын туыстарға топырақ шашуға жоқпыз. Бәрін жамандамаймыз. Бірақ белгілі бір мөлшерде ғана қазақтарға көмектесіп жатыр. Біз одан артық ар жақта қанға қашырған қазақ ағайындарға көмек сұраймыз. Бұл негізі арғы беттегі Шығыс Түркістандағы, Шинжаңдағы ағайындардың мәселесі емес. Бұл айланып келгенде болашақта жалпы тәуелсіз қазақ еліне төніп тұрған қауіп-қатер қазақ мәселесі, жалпы қазақтың мәселесі. Қараңыздар, міне. Мында біз карта жасаттық. Қазір әлем бойынша Шығыс Түркістан, Шинжаң дегенде тек қана ұйғыр мәселесі қолға алынып жүр. Негізі бұл, қараңыз, мынау Шығыс Түркістан, Шинжаң. Міне, тең жартысы, Шығыс Түркістанның тең жартысы қазақтың байырғы ата мекені. Мынау солтүстік Шығыс Түркістан толықтай қазақтың мекені. Бұл жерде қазір 3,5 миллиондай қандасымыз өмір сүріп жатыр, қан қақсап жатыр. Мынау картаны біз жасағанымыз жоқ. Мынау заңды халықаралық карта. Мынау Қытайдың өзі сызған картасы. Мынау Қытайдың сызған шекарасы. Солтүстік Шығыс Түркістан, оңтүстік деп. Қараңыздар. Мынау бұрынғы байырғы біздің қазақтың ата мекені. Бұл жерде кезінде бөлінген. Бұл мәселе қазір Шығыс Түркістандағы аржақ мұсылман бауырларды қырып жоюды Қытайдың бірақ себебі бар. Болашақта Қазақстанды басып алу. Өмірхан мырза, сонда сіз жалпы мына Қытайдағы қазақтардың, басқа да аз ұлттардың мәселесіне Европа деңгейінде көңіл бөлінгенмен, Қазақстан билігі оған назар аудармай отыр, жеткілікті дәрежеде деп айттыңыз. Өкінішке орай. Мен қайда барсам айтады. Сен кімсің? Қазақ. Қандай мәселе болып жатыр? Шығыс Түркістанда қазақ қандасымыз қаналып жатыр. Сонда айтады, сен жарайды, біз ұйғырларға көмектесіп жүрміз. Сенің тәуелсіз Қазақстан деген елің бар ғой, мемлекетің бар ғой, өкіметің бар ғой. Олар неге ие болмайды дейді. Олар неге олардың құқығын қорғамайды? Олар келіп неге сендердің жағдайларыңды түсіндірмейді? Міне Еуропада талай мемлекетте елшіліктерің бар, қызметкерлерің бар. Солар неге сендердің өз қандастарына ие болмайды дейді. Сонда оларға не айтарымды білмеймін, ұялғаннан. Шын айтсам. Тас лақтырсаң айланып кеп өзіңе тиеді. Сіздер өздеріңіз Қазақстан билігіменен, мына сыртқы істер министрлігіменен, жаңағы президент әкімшілігіменен қандай да бір кездесіп, жағдайды түсіндіріп айтып көрдіңіздер ме? Айттым. 2017 жылы құрылтайда президенттің алдында айтқаннан кейін бірнеше мәрте сыртқы істер министрлігінің өкілдерімен кездестік, айттық. Сыртқы істер министрлігіндегі ағайындардың ішінде Құдайға шүкір қазақ қаны бар ағайындар көп. Қолдарынан келгенше көмек те беріп жатыр, шынын айтқанда. Бірақ халықаралық деңгейде біздің ағайын туыстардың мына жан айқайын басатын деңгейде Қытайға әсер ете алмай жатыр. Негізі Қазақстанның өкіметінде, Қазақстанда мүмкіншілік көп. Қытайға дейтін ағайындардың зарын айтып, оларды басатын Қазақстанда мүмкіншілік мол. Не екенін түсінбеймін. Негізі біз қазір Қазақстанның Қытайда экономикалық мүдделері бар. Қытайдың Қазақстанда экономикалық мүдделері бар. Оны былай айтуға болады. Қазақстанның Қытайда экономикалық ешбір мүддесі жоқ. Тек қана Қытайдың Қазақстанда экономикалық мүддесі бар. Біз қазір шекараны бір жыл жауып тастасақ, Қытайдан ешбір сатып келмесе де біз күн көретін жағдайымыз бар. Тек одан жақсы күн көреміз. Қазақстан Қытайдан алған көптеген қаржылық мәселесі бар. Ол қаржылық неге Қытайға тәуелді болып қалдық? Әрине сол қаржылық жағынан алынған кредиттер. Ал оны халық алған жоқ. Оны елдің бәрі түсініп біліп отыр. Ол халықтың, мемлекеттің мүддесіне жасап жоқ. Сол алған қаржы, сол алған қарыз қайда кетіп жатыр? Кешегені Ақтауда болды. Мұнай компаниялардың ғимараттары тұр. Ағайындар айтады, мұнан бәрі Қытайларға сатылып кеткен дейді. Негізі біз ағайындардан сұрайтынымыз осы елбасындағы билеп жүрген ұлттық ар намысы бар әрбір ағайыннан сұрайтынымыз елімізге, жұртымызға ие болайық. Негізге біз мына Қазақстанның тәуелсіздігінен айырылып қалайық деп тұрмыз. Бұл жалпы қазір Қытайдан келген қазақ ағайындар мәселесі емес. Бүкіл әлем бойынша Қазақстандағы жалпы қазақтың ұлттық мәселесіне айналып отыр. Егер осылай кететін болса, біз мына айырылып қалдық бұл жерден. Енді Қазақстан отырмыз. Негізгі мәселе сол. Оянайық ағайын. Өмірхан мырза, не істеу керек сонда? Сіз Европа парламентінде болдыңыз, не істеу керек? Қандай ұсыныс айтасыз? Енді біз мүмкін болса ел болып, жұрт болып осындай айтатын арыздарымызды жеткізе беруіміз керек. Әрине олардың қолында бір ғана қазақтың мәселесі жоқ. О жақта мәселе көп. Біртіндеп біз ерінбей әрбір жерге осындай арызымызды жеткізе беруіміз керек. Бұл үшін алдыменен Қазақстан билігі
жаңағы назар аудару керек қой сіздердің мына Әрине, біз соны күтеміз. Біз өтінішіміз ағайындар, мына билік жүрген ағайындар өз қандастарына тағы көбірек ие болсын. Рахмет. Рахмет. Аты жөніңізді айтып беріңіз. Аты жөніңізді айтып беріңіз. Өмірхан Алтын. Өмірхан аты жөніңіз. Өмірхан Алтын, Германия Еуропа қазақ форум төрағасы, қазақ форум төрағасы Еуропа. Тағы да сөйлей бересіз. Allah razı olsun diyeyim. Burası tüm etmeyin. Buna versek de vermesek de onlar bize komüniteşmiş жатыр. Düşündü müdür? Biz bunlara koyar hiçbir kına yok. Buna ağrısı versek de verilgen de eseptеңіздер. Бұдан артын істеп жатыр арыздан. Алла қаласа мен өз қолыммен жеткізем оларға. Мен айтамын. Мындай бір рахмет. Алматыдан келіп отырмын. Туған ағам Бақытжан Мырзаның ұлына келдім. Ол кісі түрмеде, Үрімжі қаласында Бинтон түрмесінде жатыр. Қазір ол кісінің денсаулығы өте төмен, нашар. Қан басым, бүйрек, жүрек, тағы басқалай аурулары бар. Түрмеде жатыр. Сол ағамды қашанғы түрмеден шығарғанша мен арызымды әрқашан тоқтатпаймын. Сыртқы істер министрінен, Қасым-Жомарт Тоқаевтан, Біріккен ұлттар ұйымынан көмек сұраймын. Мен Бикамал Кәкен қызы, жолдасым Әділғазы Мұқайұлын іздеймін. 3 жыл болды міне, із-түзсіз Қытай үкіметі ұстап алып кеткен шекарадан өтісімен. Сонымен 3 жыл болды міне, әлі өлтірісінен хабарым жоқ. Мен әзір осында кішкентай қызымен қалдым. Өкімет жағынан да жәрдемақы алғам жоқпын. Жәрдемақы алуға барсам, олар мені күйеуім сол Қытайда түрмеде деген қағазды алып кел, сонда ғана береміз дейді. Қазір кішкене қызым 3 жаста, үлкен қызым 5 жаста, сол 2 қызым мен. Әйтеуір өлместің күнін көріп отырмын. Жолдасымды іздеп жүрмін міне. Қытай өкіметі осы жолдасымды қоя берсін, отбасына оралсын. Мен Қазақстан азаматымын. Қазақстан билігіне қойдыңыз ба сондай талап? Қазақстан билігіне қойдым, айтқан міне, әлі нәтиже жоқ. Сыртқы хат тапсырып алған. Сыртқы істер министрлігіне де 7 ай түрмеде отырып, 10 ай юғамақта шығып келген тірі куәгер Атым Нұржан Көкбайұлы, Шинжаң Илья Қазақ облысы Чарчан көтермесі қойды. Қазақстан терроршы мемлекет. Сондықтан сен терроршылығына қатысың бар деп осындай жоқ жерден бір сылтау тауып ұстапты. Сол жағдай. Басқаны білмейміз. террорист деп не істеген? Қазақстан 26 террорист мемлекеттің бірі не жатады екен. Сондықтан Қазақстанға келген қазақтың барлығы террорист болады екен. Ал енді Қытай ұлты мыңдап, 10 мыңдап кесе террорист болмайды. Қазақстанға қазақ кесе террорист бола ма? Әзір қаншама туыстарымыздың барлығы сол жақта жатыр. Мынау міне жолдасым. Сол жақта 36 жыл қызмет істеп, даңқпен пенсияға шыққан адам. Мен де даңқпен пенсияға шыққан адам. Біз заңға ешқандай қайшылық жасамадық. Мынау кішәкемнің баласы Қазақстанға бір рет келгендік үшін көші-қон уақытына қатынасқан екен, көші-қон үй шартына. Сондықтан көші-қонға қатынастың деп мына баланы 10 жылға соттап етті, кішәкемнің баласы. Дұрыстап тастаңызшы, түсіріп алайық. Мына жолдасы міне. Қазақстанға көші-қон аудардың, сен көштің. Оқыған балаларың барын Қазақстанға алып кеттің деген себеппен жолдасымды ұстап 10 жылға кесіп етті. Соттап етті. Соттап етті. Әзір хабар-ошар жоқ. Бізбен хабарласатын ешбір адам жоқ о жақта. Барлық хабар-ошар үзілді. Олармен байланыс жасамаңдар чектейді екен о жақтағыларды. Сонымен бізде бара алмай отырмыз, хабар-ошарсыз отырмыз. Мына осы міне кішәкемнің баласы 2017 жылы 2 айда Қазақстанға келген. Bir 10 gün тұрып кеткен. Барғаннан кейін бұл баланың ана телефонды тексерген. Сотубиде тексергенде сендерді ана көші-қон тобына қатынасқан ғой бала. Қазақстанға көшу топ. Сен көші-қон тобына қатынас деп 10 жылға соттап етті. Себепсізден себепсіз.
қайшылық жасаған жоқ, барлығы да. Міне, Қазақстанға келген ғана күнәміз бар. Аты жөніңізді айтып жіберсеңіз. Атым Тұрсынгүл Нұрақай. Сіз енді бұлардан хабарды қалай алып отырсыз, егер не болмаса, ешқандай байланыс болмаса? Келген кеткендерден естиміз сол. Келген кеткендерден осындай деп естіп айтып тұрады сол. Анда-мында біреудерден. Енді біздің туыстар тіке бізбен байланыс жасамайды, тіке байланыс жасаудан қорқады. Олар сөйлесе ұстайды, олар да лагерге қамалады. Кетпеңізші апа. Мен Жеңіс Зарқанұлымын. Мен Жеңіс Қазақстан азаматымын. Кішкене ұлым Мұқас екеуміз Қазақстан азаматы, бір кенже ұлым мен. Менің әйелім мына Сәуле Мелтай қызы Қытайдың саяси үйрен лагерде 9 айға жатып шықты. Не үшін? Қазақстанға 2 бет дейсін деп. Басыңа жаулық байлайсың деп. Мен әйел баласына жаулық байламайтын. Мен қазақтың өлім жітімінде жаулық байлау өзінің дәстүр салты ғой. Мен шешем қайтыс болды, жездем қайтыс болды, мына әкесі қайтыс болды бала. Соны жаулық байлаған, сен көп рет жаулық байлады деп. Екінші, сен Қазақстанға көп рет барғансың. Үшінші, сен арақ ішпейсің. Төртінші, тау ортада жүрмейсің бірге деп. Саяси үйрету лагерінде зорлықпен апар 9 ай қамады. 9 ай бағынан бұрын денсаулығы жақсы адам болды, саяси лагерге шыққаннан кейін беліне, миына 2 рет операция жасады. $30,000 ұстақ шегет өзіміз шығардық. Жала жоқ кіргізді ғой. Енді қазір әйелмен балам міне 3 жыл болды, Қазақстанға жібермей жатыр. Керек десе жерге жібермей, отбасын біріктірмей отыр. Мен әйелімді осы телевизорға шығып, жоқтаған үшін, халықаралық арыз айтқан үшін менің 300,000 теңге теңгеден астам зейнетақым Қытай үкіметі тоқтатса бермей бірақ. Сол Қытайдан ба? Қытайдан осы 2013 айдан бастап. Олар телевизорге шыққан қаяқтан көрген? Қазақстаннан телевидение. Біз YouTube-қа шығамыз, халықаралық орындамыз, Қытай бірақ бақылап отырады. Күндегісін күнде бақылап отырады. Қайда шығып, виза оқыса, бақылап отырады. Сонымен сен арызданып қойдың, біздің бет-беделімізді бізді жамандадың деп өтіп, маған да жала жауып, мен адамды құқыма қол сұғып ауыр дәрежеде. Мен зейнетақым тақтысап, міне осылай бізге ауыртпалық қылдырып, семьямыз екеуінің екі жақта міне. Сіз аты жөніңізді айтып жіберсеңізші. Менің атым Жеңіс Зарқанұлы. Жеңіс Зарқанұлы. Жеңіс Зарқанұлы. Зарқан. Ұлы. Алматыда тұрам. Қазақстан азаматы. Қазақстан азаматы. Жолдасыңыз азаматтық алмаған ба? Алмаған, ол екеуі алған үлгермей қалды ғой, келеміз дегенде. Біз Алматыдан үй қойғанбыз 2017 жылы. 9 айда бұлар кеткен, яғни Қытайдағы үйіміз, мүлкіміз сатып қайтып келеміз деп. Сол қайтқан қалпы паспортын тамап, 2018 жылы 1 айда оны көзсіз лагерге қамады. Лагерде зорлық зомбылық көрсеткен ба? Зорлық зомбылық көрсетпесе жаңағы Берлинде не келді? Операция, миына неге операция оның? Осындай ауыртпалық тудырып бізде де. Ал Қытаймен қазақ доспыз дейді, дос болса жақсы көрші дос ауыртпалық салу бізге. Мен енді Қазақстан президент Қасым-Жомарт Тоқаевтан сыртқы істерінен соған бола Алматыдан арнаулы келдік міне. Арызданып, біздің осы қиыншылығымызды шешіп берсін. Әйелімізден баламыз Қазақстанға әкеліп берсін, отбасымызды көмектесін беріп отырмыз. Мен Қазақстан азаматымын. Атым Құсайын Аманжол. Мына ВПК жездем 10 жылға сотталып кетіпті. Үйдерінен Абдыманап Суманов ұстаздың үйінен дискісі шыққандықтан, сол дискіге бола 10 жылға сотталып кетті. Қандай диск? Абдыманап Суманов бар ғой осы Қазақстандағы уағызшы. Иә. Сол кісінің дискісі үйінен шыққандықтан 10 жылға сотталып кеткен. Одан кейін екіншісі, мына кісі қайда кетпей бағана. Мына кісі ауылдың бас имамы болған. Бұл кісі де 10 жылға әйелімен сотталып кетіпті. Сол Қытайда ма? Иә, Қытайда. 10 жылға сотталып кетті. Не үшін сотталып кетті? Бұл кісі ауылдың бас имам болған, тек имам болғандығы үшін. Басқа қылмысы жоқ, қылмыссыз 10 жылға кеткен. Ол жерде мешіт болды ма? Мешіт болған. Ол мешітті әзір құлатып тастапты. Шағып. Енді мына кісілер қандай ауданда тұрдың сол Қытайда? Құмыл қаласы Улатай ауылында тұрғанбыз. Құмыл қаласы? Улатай ауылында. Улатай ауылы. Иә. Құмыл қаласы да? Иә, Құмыл қаласы Улатай ауылында тұрған. Мына кісілер сол бір дискіге бола 10 жылға сотталып кетті. Екі баласы бар, олардың қайда екенін білмейміз. Өзіңіз бірақ мынау туған апаңыз ба? Иә, туған әпкем. Туған жездем. Мен толық қазақ азаматымын, Қазақстаннан Алматыдан келіп тұрмын. Ағам Серік Айылы Тарбағатай аудан Сауын ауданында имам. Басына бастаңыз, фотомен аласыз. 2000 жылы өкімет тағайындап Қызыл кінәшқасымен тағайында имам болған. Әзір 20 жылға сотталып жатыр. Енді жеңгем ай сайын сол түрмеде жатқан ағам денсаулығы нашар болғандық үшін ауру себебіне
ай сайын 1000 юан Қытай пұлымен ақша беріп жатыр. Өз көрсетіп жатыр тағы да. Бала шағасы бар, оны оқытып жатқан. Осындай жапада болып жатыр енді. Бұл имам болды ма? Имам болған. Өкіметтің өзі тағайындалған Қызыл Кенашқалы имамы. Өкіметтің өзі тағайындалғаны. Мынау нағашым. Бұда Қарғатай аудан, Сауын ауданда имам. Мұңшаңында бір. Өкіметтің тағайындалған имамы. Қытайда ма? Қытайда. Бұда Қытайда. Бұда 20 жылға сотталып кетті әзір. 3 жас баласы бар. Әйелі бар. Ол енді 3 баласын оқытып неғып жатыр, сонда ел арасында шықпадың деп те, жүрмедің деп те қысымға алып жатыр оларды. Осындай қатаң қысымға алып 20 жылдық сотталып жатыр. Осы кісілерді елбасынан, сыртқы істерден, халықаралық ұйымнан, құтқаруынан көмектесуіне сұрап келіп отырмыз. Алматы қаласынан әзір. Аясынан қарамай. Аты жөніңіз? Атым Қалиолла Мұқайұлы. Қалиолла Мұқайұлы. Мынау сізде екі ағаңыз болып тұр. Біреу ағам, біреу нағашым болады. Екеуі де имам. Өкімет тағайындалған. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Байболат Күнболатұлы. Қытайдағы бауырым Баймұрат Наурызбекұлы 2018 жылы наурыз айының соңына қарай белгісіз жағдаймен Қытайдың конус лагеріне алып кеткен. Еш себепсіз. Бүгінге дейін 1 жыл 8 ай бойы осы конус лагерінде отырды және артынша еш себепсіз 10 жылға сотталып жіберген. Бауырым Баймұрат Наурызбекұлы 2011 жылы Қазақстан Республикасына келген, Қазақстанның ықтияр хат құжатын алған, Алматы технологиялық университетінде оқыған студент. Әке-шешесінің денсаулығына байланысты Қытайға кеткен. Қытайға барғаннан кейін Қытай үкіметі жергілікті полицияның көмекшісі міндетін тағайындаған. Полиция бөлімінде полиция болып жұмыс істеп жүрген кезінде осы конус лагерге алып кетті. Бар айыбы мейірімді полиция болған үшін, қазақ болған үшін, Қазақстанға келген үшін, студент болған үшін. Менің бауырым Баймұратұлы ешқандай дінмен қатысы жоқ. Намаз оқымайды, ешқандай діни ұйымдармен ешқандай қатысы жоқ. Рекет корректорлы ешқандай бір топтармен ешбір байланысы жоқ. Жазасыздан осы 10 жылға сотталып кетті. Құрметті Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза, сыртқы істер министрі, Нұр Отан партиясы, Қытайдағы Қазақстанның елшілігі және де Еуропа адам құқықтарын қорғау ұйымдары, Америка құрама штаттары, барлық әлемдегі құқық қорғау орындарынан осы Қытайдағы заңсыз сотталып жатқан бауырым Баймұратқа араша сұраймын. Тез арада Қытай конус лагеріне жіберуін өтінемін. Бұл конус лагерден шықпайынша мен арызымды тоқтатпаймын, күнделікті арызымды жаза беремін. Және де Қытай Халық Республикасының үкіметіне тез арада бауырымды босатуын қатаң талап етемін. Рахмет. Тағы да, кімге не жасап жатсыз қазір? Менің бауырым жиен інім Баймұрат Наурызбекұлына. Ол 2011 жылы Қазақстанға студент болып келген. Қазақстанның ықтияр хат құжатын алған. Студент болған, Алматы технологиялық университетінде оқыған. Әке-шешесінің денсаулығына байланысты Қытайға кеткен. Қытайға барған жерінен Қытай үкіметі оны полицияның көмекшісі қызметіне тағайындаған. Сол полицияның жұмысын істеп жүрген кезінде мейірімді полиция болған үшін және қазақ болған үшін, Қазақстанға келген үшін, Қазақстанда оқыған үшін еш себепсіз соттап жіберді. 2018 жылы наурыз айының соңында лагерге алып кеткен. Бүгінге дейін 1 жыл 8 ай бойы сол лагерде отырды, артынша соттап жіберді 10 жылға. Қазіргі таңда Қытайда жастарды соттау процесі жүріп жатыр. 18-17 жастан 40 жасқа дейінгі жастардың бәрін кез келген себеппен соттап жатыр. Не үшін? Жалпы қазақтың көзін жоғалту үшін, қазақтың тұқымын құрту үшін. Ешқандай дінмен қатысы жоқ. Тек қана сіз қазақ болған үшін сонда сотталу керексіз. Қазақстанға шыққаныңыз үшін сіз кінәлісіз, Қазақстанға келіп оқығаныңыз үшін сіз айыпсыз. Басқа ешбір себеп жоқ. Аты жөніңізді айтып жіберіңізші. Күнболатұлы Байболат, Қазақстан азаматы. Күнболатұлы Байболат. Негізі кезінде Қытайда тұрғансыз. 2002 жылы Қазақстанға біржолата көшіп келдім. Мен Өмірәлі Күлбаран. 1963 жыл дүниеге келгем. Қытай Республикасында. Қазіргі таңда Қазақстан азаматымын. 2009-да Қазақстанға көшіп келген бала шағам менен. Қазақстан азаматын алғалы 10 жыл болды. Қазақстан азаматы ретінде мен Қытай мемлекетіндегі Айболат баласы азаматқа араша сұраймын. Айболат баласы азамат 1995 жыл туылған.
Қытай Республикасының азаматы, Іле Қазақ облысы Қорғас ауданы Сарбұлақ ауылының тұрғыны. Бұл Айболат баласы азамат Қытайдың заң саясат жақсы кезінде, өзі дінге жол берген кезінде 13 жасында 2 ай намаз үйренгендігі үшін 2018 4 айда ұстап, 6 айда ешқандай себептен себепсіз ешқандай қылмыс өткізген жоқ, 15 жылға соттап өткен. Қазіргі таңда Іле Қазақ облысы Күнес аудан Іле Қазақ облысы Күнес жаңа түрмеде жатыр. 15 жылға соттап өтті. Мына бала біреудің жалғыз баласы, әкесі, шешесі қиыншылық шегуде. Мына баланы түрмеден босатып шығарсын Қытай мемлекеті. Түрмеден босатып шығармаса мен 1 жылдан асты арыздануға. Енді шет мемлекеттен көмек сұрауға мәжбүр болам. Халықаралық сотқа беруге мәжбүр боламын. Мына баланы себептен себепсіз түрмеде жатпасын. Мына бала оқыған 20 бала бір Далидың өзінен, бір ауылдың өзінен бәрін босатсын. Ал енді мына құда балам 1997 жылғы Іле Қазақ облысы Текес аудан 4-ші көшенікі. Мынау 2017-те Алтай деген жерінде атпақта өнерінде жүргенде жұмағабыл болсын деп біреуге телефонмен 1 сағат жолдаған үшін ертесіге ұстап, себептен себепсіз 2018-де 12 жылға соттап еткен. Мына бала ізі-тосы жоқ, құда балам міне. Менің келінімнің інісі. Бұның әкесінің аты Ербол, өзінің аты Құштар. Текес аудан 4-ші көшенің тұрғыны. Ал енді менің Айболат баласы азаматты мына түрмеден босатсын. Көмек сұраймын. Президентіміз Тоқаев мырзадан, сыртқы істер министрінен, Нұр Отаннан, бүтін Қазақстандағы билік басындағы азаматтардан көмек сұраймын. Америка, Жапониядан, Франциядан көмек сұраймын. Біріккен ұлттар ұйымынан, азаматтық адам құқық қорғау органынан Қытайдағы мына Айболат баласы азаматты түрмеден босатып үйіне оралсын. Болмаса мен арызымды тоқтамаймын. Қытайдағы бауырларыма қысым түсіргенін қойсын, әпкең арызданбасын деп. Әпкең арызданбасын десе, бауырларыма қысым түсірмесін. Болмаса Қытай мемлекетіне біз қарсы шықпаймыз. Мемлекетінде қарсы шығып, патшасына, мемлекетіне қарсы шығып отырғанымыз жоқ. Мына адамның құқығын қорғаушымыз, біз бауырларымның құқығын қорғап, өсіп шығып отырмын. 1 жылдан асты арыздануыма. Енді Қытайдағы бауырларымның бәрін Қазақстанға өткізіп берсін. Мына баланы түрмеден босатып, әке шешесіменен. Соған көмек сұрап келіп отырмын. Аты жөніңізді тағы да айтшы. Мен Өмірәлі Күлбаран. Қытай мемлекетінде дүниеге келгем, қазіргі таңда Қазақстан азаматымын. 10 жыл болды Қазақстан азаматы болғалы. Өмірәлі Күлбаран. Кішкене татыңшы, видеоға түсіріп алатына, барлығын түсіріп үлгерейік та. Барлығын фотосын. Қазақстанның түкпір-түкпірден Нұр-Сұлтан қаласына жиналып, Қытайда қорлық көріп жатқан туыстағандарымыздың қандастарын мұңын жоғын жоқтап Нұр-Сұлтан қаласына келіп отырмыз. Кейбіреуімізді күйеуі, кейбіреуіміздің әйелі, кейбіреуіміздің баламыз, шешеміз, әкеміз деген сайын Қытайдың зұлымдық саясатына ұшырап отырмыз. Ал мен өз жөніммен айтқанда, менің әйелім мен баламен кезікпегеніне міне 3 жыл болды. 3 жылдан бері олар Қазақстан көшкілей қоныс аударушысы Қытай тарап олар жібермей, оларға қиыншылық басымшылық істеп жатыр. Сондықтан біз мына жерге жиналып, Астанаға келіп, ел президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтан, Нұр Отаннан, Қазақстан сыртқы істер министрінен көмек сұраймыз. Олардың қол ұшын беріп, бізге көмектесіп, Қытай тарабынан мұқият түрде сөз, мұқият талап, Қытай тарабынан отбасымыздың, үйшіміздің, туыс-туғандарымыздың тезірек еркіндікпен бостандыққа шығып, Қазақстанға бірінші қоныс ауларына қол ұшын беріп көмектесуін қатаң талап етеміз. Қытай Қазақстан екі ел досты, дос болса Қытай бізге достығын, көршілігін көрсетсін. Bir жол bir белдеудегі маңызды сенал доспыз дейді. Онда достығын көрсетсін. Қытайдан неше мыңдаған, 10 мыңдаған адам Қазақстанға келіп кетуі еркін екен. Қытай азаматтары. Сонда біз қазақ бола тұра, қазақтың азаматтары біздің үшіміз отбасын не үшін Қазақстанға келуге болмайды? Қытайдың қандай мақсаты бар біздің үшіміз жөнмейтін? Көздеген не? Осыған бізге жауап берсін Қытай үкіметі. Не үшін біз бөлініп отырмыз? Одан жаңағы арызданған адамдарға қысым жасап Қытай жақтан жаңағы маған видео түсір, үйде түсіріп жолдап бер, біртүрлі қысым күштің желіктіруімен деп маған сондай сөздер айтып жатыр, сонда қысым Заңсыз табы, жергілікті мемлекеттік органнан Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігіне
бұл шара бойынша ешқандай арыз келіп түскен жоқ. Сондықтан бұл заңсыз болып табылады. Сіздерді бұл жерде болса таралуыңызды сұраймын. Уважаемые граждане, в акимат города Нур-Султан никаких заявлений по поводу проведения данной акции не поступало. Сонан кейін жаңа Қытай мемлекеті Данная акция считается незаконной. Прошу вас разойтись. Прошу вас разойтись. Немене деп айтып кетті анау? Ой, олар. Құзырлы орынға хат жазған жоқсың. Қағаз алмағансыздар дейді, өтініш жазуларыңыз керек. Рұқсат қағаз алсақ та белгілі, біз Қазақстан азаматымыз. Шетелден кеп арыз беріп жатқанымыз жоқпыз. Біздің мұңызарымызды жеткізейік деп, Қытайдағы қиналып жатқан бауырларымызды түрмеден босатсын деп, Қазақстан билігінен көмек сұрап келіп отырмыз. Алдыңғы апта келгенбіз, құзырлы органдардан адам келеді дегеннен кейін. Онда да ел ағалы болып, құзырлы органдардан адам келмеді. Бұл жолда Дариға Назарбаев, Бауыржан Байбек, Кәрім Мәсімов, Сыртқы істер министрінен және шетелдерден адамдар болады дегеннен кейін анау Алматының жерінен келдік. Осы жерге келсек, ол кісілер келмей қалды. Бізге келіп, мұңзарымызды тыңдауға мәжбүр тиістеді. Мұңзарымызды тыңдамады. Сонда біз қандай мемлекетте өмір сүріп жатырмыз? Қай жерге біз Қазақстанымыз өз отарымыз деп келдік қой. Біздің Қытайдағы бауырларымызға көмектесу керек еді. Әр қазақ менің жалғызым деп, бүтін қазақ мемлекеті болғаннан кейін қазаққа көңіл бөлу керек еді. Мен міне 16 жыл болып, мен бір адамды іздегеніме 16 жыл. Бір жыл емес, 16 жыл болды. Қаншама жерден көмек сұрап, қаншама алған жауабым бар. Жоқ, енді міне осы мынау бір адам әзір алттарында, бірақ біздің кішкентай бір ауылдан 13 жылға Қытайды Қазақстанның шпионы деп соттап жіберді. Міне келе жатырмын, барған жерімді айтып жүрмін, Қытай мойнымыз мынаны суырып алыңдаршы деп. Тыңдаған жоқ. Міне енді біз елінде жүріп, Қытай қаптап кіріп жатыр. Неге онда еркіндік жоқ? Біздің отбасы міне 13 жыл қамағанына қоймай, оны 1 жыл, 1 жарым жыл жерге қамап, міне 16 жылға аяқ бас. Не деген біз кімбіз? Қазақстан қазақ елі деп жүрміз. Бірақ біздің құзырлы орындардан бірде-бір мемлекет орындарынан адам келіп, біздің мұңзарымызды тыңдаған жоқ. Ал біздің мұңзарымызды тыңдап, біздің ойымызды бөлісіп, осы шетелге шығарып, осы нәтиже шығарған адамдардың аузын жауып, міне соттауға да барып жатыр. Міне Серікжан Білештің аузын жауып тастадыңдар. Оның жаңағы артындағы ізбасы қаншама қысым жасалып жатыр. Бұл не үшін? Сонда біз кім болып жүрміз? Кім біз деген сұрақ келіп жатыр міне. Бүгін міне үлкен үмітпен келіп едік, бәрі жоқ. 30 мың арнаға беріңіз, мен Күйеуіміздің ұсталып кеткендігі үшін біз мақтануымыз керек. Қылмыскер күйеуіміз ұсталып кетіп, біздің ұрпақтарымыз қылмыскердің тәрбиесін көрмегендігі үшін партияға рахмет деп, рахмет айтып күліп жүруіміз керек екен. Күндіз-түні аңду, не айтамыз, не қоямыз, қайда барамыз, қайда тұрамыз, бәрі камерада бақылауда болды. Одан бізге шошқа етін жегізбекші болды, бірақ сол Қытайлардың ішіне бізге жаны ашыған бір Қытай үйімізге шошқа етін холодильниктерінің бір ұшында тұрсын, тексеруге қалса жедік деп айтасыңдар деп шошқа етіне шейін зорлап тықты, ал түрмедегі жатқандардың бәріне шошқа етін жегізіпті зорлықпен. Бұлар менің қайнатам 60-қа таяқ қалған кісі, бұл кісі сау кірген, бұл кісі ақсақтап жүре алмайды қазір. Ал кіші қайным 91 жыл 30 жасқа да келмеген 2 баласы бар. Бұл қазір 2 көзден айырылып соқыр болып қалды. Сол түрмеде ма? Түрмеде соқыр болып қалды. Сонда зорлық, зомбылық. Біз бұдармен бізді кездестіріп көрген жоқ 2 жылдың ішінде. Тек қана сот болған кезде көрдік. Сот болған кезде мен күйеуім бұрын 105 килограмм болған. Сот болған кезде мен өз күйеуімді өзім танымай қалдым. Тек тері мен сүйектен ғана тұрған адам. Тек қана менің күйеуім емес, сонда сот болғанда 10 адамның бәрі адам кейпінен шығып кеткен.
аяқ өздері арық, оның үстіне аяқ қолдарына ауыр шынжыр кісен деп алып келгенде жүре алмайды. Түрегеп тұруға шамадары жоқ, сөйлесе дауыстары шықпайды. Енді ол түрмедегі адам емес, енді білмеймін қандай қалды деп айтуға. Көрген адам, күйеуімнің сол қалын көргеннен кейін мен көз алдымнан күйеуімнің бұрынғы бейнесі жоқ, сол бейне ғана көз алдымда қалды. Оны ойласам, ұйықтай алмаймын. Соның бәрі маған қысым болып, қазір денсаулығымнан айырылып қалдым. Екі баламды қазір қалай бағам, қалай не істейтінін білмеймін. Ал президенттік әкімшілігіне жаздым. Маған әлеуметтік көмек керек, екі балам бағалмайды. Ал маған күйеуің туралы анықтама керек екен, сотталған туралы. Ал мен сотталған туралы анықтаманы Қытаймен хабарласа алмай отырсам, ол анықтаманы мен қайдан алып беремін? Мен енді екі баламды қалай бағуыма болады? Не істеуіме болады? Білмей қалдым қазір. Сәлеметсіздер ме? Мен Бақытжанова, Қазақстан. Менің Қытайда Қазақстан бет ақыны Дидар Қамиевтің бір өлеңін тыңдаған үшін және соны таратқан үшін 15 жылға бас бостандығынан айырып отыр. Қазіргі таңда бұған 2018 жылы июньнің 18-інде сот ашылды. Сот ашылып болған 15 жылға бас бостандығынан айырыласың и 30 000 юан Қытай ақшасын айыппұл төлейсіңдер деді. Ол кезде бір-ақ рет көрсетті елімізді үйдегілерге. Сол бет көрсеткен жоқ, 15 жылға соттап отыр.